Assalomu alaykum do'stlar. Bizga yozuvdi және de bir gana like düğmesini basуды unutpаңыз. Agentlik Қайрат Боранбаевтың ісіне қатысты ақпарат жариялады. Қаржылық мониторинг агенттігі Азия Газ Шунджа ЖШС құрылтайшылары Қайрат Боранбаевпен бірге Роман Ахонов және Қазақгаз АК басқармасы төрағасы бұрынғы орынбасары Тайыр Жанұзаққа сұйылтылған мұнай газын сатып алу кезінде 14,5 миллиард теңге ұрлау және қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілері бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады. Айыпталушылар 38 миллиард теңге сомасындағы ақшалай қаражатына 15 жылдан жылжымайтын мүлік объектісіне 3 автокөлік құрылымына тыйым салынды. Агенттік Қайрат Боранбаевқа және басқа адамдарға қатысты газ экспорты кезінде ұрлау және қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру фактілері бойынша бөлінген істер шеңберіне сотқа дейін тергеуді жалғастырып жатыр. Хайыр, сау болыңыз. Бізді тамашалауда жалықпаңыз.